Сәлем достар, сіздермен тағы да мен Бинура. Бүгінгі видеода біз сіздермен ысмақ немесе қара қыз деп аталатын тортты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар олар 5 жұмыртқа, 1 стакан сүт, 1 стакан ұн, 1 стакан май, 1,5 стакан қант, және 3 ас қасық какао, және де қамыр қоқсытқыш, мұнда менде 10 грамм, және де ванильді қант қажет. Және араластыруға әрине ыдыс, және миксер, және жай шай қасық қажет. Бірінші 5 жұмыртқамызға қант қосып, осыны жақсылап миксерлейміз. Енді осыған 1 стакан сүтімізді қосамыз. 1 стакан май қосамыз. Және тағы да миксерлейміз. Енді 1 стакан ұнымызды қосамыз. Үш ас қасық какао қосамыз. Енді тағы миксерлейміз. Қазір бізде яғни қамыр қоқсытқыш қосамыз. Және татымыңызға қарай кішкене ванильді қант. Және тағы да миксерлейміз. Ал енді осы дайын болған қамырымызды ыдысымызға, яғни формамызға 25-30 минут 180 градустағы духовкада пісіреміз. Ал енді біздің осы пирогымыз піскеннен кейін біз оған глазур дайындауымыз керек. Глазур үшін бізге 1 стакан сүтке 2 ас қасық қант және де 1 плитка шоколад, яғни 90-100 грамм шоколадты қосып газға пісіресіздер. Және осылай біздің глазурымыз дайын болады. Мен тортымның беті тегіс болу үшін осылай бетін кесіп тастаған едім. Енді осыған біз жаңағы глазурды құямыз. Глазурымыз құйғаннан кейін оны барлық жан-жағына әдемілеп құямыз. Осылай түзулейміз, тегістейміз. Енді осылай кішкене бір 15 минуттай тұру керек.